Сәлем достар, біз бүгін ши вареньесінен әдемі тосап дайындайтын боламыз үй жағдайында, және қалай жасалыну жолдарын мен сіздермен бөлісетін боламын. Егер арнамда бірінші рет болсаңыз, маған тіркелуді ұмытпаңыз, және видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Міне осындай қылып екінші 5 килограмм шиемді, 5 килограмм қантымды осылай шиеге қосып 1 сағатқа қайнатуға қойдым плитамы отқа, және шиемді басқа ыдысқа ауыстырдым. Үсті көбік шығады. Ой, тасып жатыр. Астын кішкене азықтай. Осылай шиеміздің бетіне аппақ көбіктер шығады. Су көбіктерді алып тастаймыз. Тек шиенің өзінің соғы қалғанша тазартып отырамыз. Осылай алып. Мына банкілерімізді жуып шайып, мына сарайдан әкелген болатын. Мен осылардың бәрін стерилизовать етіп, тазалап, булап, дайындап қоюым керек. Қайнағанда бірден құйған құйып, бірден бетін жауып тастауға. Жаңағы фереймен жуып алдық. Енді таза суға шайып, осындай бір майлыққа төңкеріп қоямыз. Ал қыздар, біз банкімізге осындай ыдысқа суды құйып, астына от жағып, мынаған банкінің крышкасын, мынаған банкілерді булайтын боламыз. Айы үлкен осындай воронканы аламыз, және ыдысына жақындатып сүртіп шығамыз. Араластырып барлығын. Дайын болды. Енді осылай осы мына стерилизовать етіп алған крышкамен осы бетін жауламыз. Осылай қаттығып. Ал қыздар, біздің вареньеміз дайын болды. Шиеден жасаған. Мына түрі өте әдемі. Қатты сұйық емес, қою да емес, орташа алып осылай қайнатып аламыз. Егер видео ұнаса, маған лайк басып, комментарий қалдырып, тіркелуді ұмытпаңыз.